айда қалды шығып, жеңіске жетіп жатыр. Ал бүгінгі тамашалайтын ертегіміз алдардың басынан өткен шытырманға толы хикаялары. Ал мен сендерді таныстырайын. Мынандай байланып тұрғанда сен неғып сыққа ортасында қалада? мен тойдан келдім. Үзіп қалдым ғой. Сен мынау жыртық тесік тонымен қалай тоңбайсың? Той. Бұл тонмен мен тойынбайым. Бұның бір жағынан тесік, бір жағынан тағы бір тесігі бар. Бір жағынан кірген тесікке кіргенше, екінші тесікке шығаттағыны бүкіл жылулық менің бойымда қалады. Мен еш уақытта сөйтіп тонбайын жүрмін. Жай жақсы ба екен. Мен сенің тоныңды дейіп үсіп қалмай тұрғанды тез арада емейін қарайын. Әй, сау бол ба екен. Атын қайда? Атын қайда? Менің атымды көріп тұрсыңдар ма? Қайда? Рахмет балалар. Ал мені. Ой, мына атым мені рахмет кетті ғой. Ой, тоңы өлетін болды. Атым кетті. Сендер қазір мына қойдың біткесін алдарды ойнатып көріңдер, жақсы ма? Алдарды, байды, мына атты ойнатып, кішкене бір көңілдеріңді көтеріңдер, жақсы ма? Ал енді ертегіні әрмен қарай жалғастырайық. Не істеп жатыр? Үйде тақият жүріп жатырмын. Сені жұрттың бәрі ісмер дейді ғой мықты. Оның рас жұрт айтса қалып айтпайды. Мына менде мата бар еді. Сол матаны алып көрейін үйге барып. Ой, алдын! Ой, байеке, тағы не болды? Қайда сөйлеп мазамды алдың ғой. Сен маған 5 тақия емес, 10 тақия түспен. Байеке, сенің берген матаңнан бір немесе 10 тақия шығады. Жарайды, 5 тақия olsa 5 тақия, 10 тақия olsa 10 тақия тігіп берем. Ертең кел. Байеке, ай, не болды тағы келдің бе я? Иә, тағы келдім. Ана тақиям не болды, түттің бе? Иә, міне сен айтқандай 10 тақияң дайын болды. 5 тақия. 10 тақия деймін. 10 тақияң дайын болды. Рахмет. Мынау тармымен Сендер мына бүгінгі ертегіні дұрыс тыңдаған жоқсың. Сендер келесіде тағы бір рет келіңдер, жарай ма? Мен сендерге бірдеңе айтайын балалар. Сендер сабақтарыңды жақсы оқып, ата-аналарыңның айтқанын тыңдасаңдар, тағы да осындай ертеңдерге көптеп келесіңдер. Сендер жақсы болып өсіңдер, жарай ма?